Аман есенсіздер мен қымбатты көрермен, бүгін, яғни маусымның 22-сі күні Теректі ауданында онлайн ой бағдарламасын жалғасын табады. Естеріңізге сала кетейік, онлайн ой бағдарламасы Теректі ауданы әкімдігі, Теректі аудандық ішкі саясат басқармасының қолдауымен және аудандық Теректі жаңалығы басылымы газетінің бастамасымен жүзеге асып жатқан болатын. Бүгінгі бағдарламаның басты қонағы Теректі аудандық білім беру бөлімінің басшысы Жанаргүл Жеңісқызы Құсайынова. Білім саласы хақында болатын сұрақтарыңыз болса, Теректі жаңалығы басылымы және Теректі ауданы әкімдігі Facebook парақшасында тікелей эфир болып жатыр. Сол тікелей эфир барысында сауалдарыңызды қоюға болады. Олай болса, Жанаргүл Жеңісқызы, қош келдіңіз. Бүгінгі бағдарламамызға жалпы оқу жылын қалай аяқтадыңыздар, жаңа оқу жылына әзірлік барысы қалай, жалпы білім саласында қандай жұмыстар жүзеге асып жатыр, осы хақында айтып кетсеңіз. Енді біріншіден қайырлы күн, құрметті оқырмандар, әріптестерім. Енді білім саласына келетін болсақ, біздің Теректі ауданы бойынша қазіргі таңда ауданда 38 мектебіміз бар, мемлекеттік мектеп. Оның 9-ы бастауыш, 9-ы негізгі мектеп, және де 20-сы жалпы орта білім беретін мектебі. Қазіргі таңда енді 6162 оқушымен аяқтап отырмыз оқу жылын. Енді оқу жылының қорытындысы бойынша жылымыз енді жаман болған жоқ деп айтуға болады. Енді 61%, 61,7% білім сапасымен аяқтадық оқу жылын. Әрине, осы жылы тек қана біз емес, бүкіл осы елімізде мына дерттің салдарынан әрине қиындау жыл болды деп айтуға болады. Бірақ соған қарамастан да ұстаздарымыздың арқасында оқушыларымыздың енді білім сапасын жаман көрсетіп отырған жоқ. Жалпы оқу жылын 36 алтын белгімен 22 ерекше аттестат алып үміткерлер, түлектеріміз аяқтады. Қазіргі таңда енді ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жұмыстарында өздері бас қолдарына алып жұмыстарып жатыр. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеу 27-ші осы маусымнан 30-шы маусым аралығында біздің ауданның осы кесте бойынша өтетін болады. Енді жалпы 33 оқушыны түлекпен аяқтасақ, қазіргі таңда 266 түлегіміз ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруға үміттеніп отыр. Және де 38 жалпы орта білім беретін мектебіміз бар десек, аудан бойынша 14 балабақшамыз бар, оның 11-і мемлекеттік балабақша болса, 15 балабақшамыз бар. Оның 11-і мемлекеттік балабақша болса, 5-еуі қазіргі таңда жекеменшік жеке балабақшалар ашылып отыр ауданда. Мына осы дертке қарамастан да, карантин кезі болса да, жеке кәсіпкеріміз жаңа өмір ауылында 100 орындық осы жаңа балабақшаның құрылысын жүргізіп, сол балабақшаның жаңа өмір ауылында да ашып отыр. Сонымен қазіргі таңда 5 жеке меншік балабақшамыз бар. Оның 3-еуі Батыс-Көкнай ауылында болса, 1-еуі Ақсуатта және 1-еуі жаңа өмір ауылында ашылып отыр. Жалпы қосымша білім беретін мекемелерімізде бар. Қазір таңда аудан бойынша 3 қосымша білім беретін мекеме жұмыс жасап отыр. Ол саз мектебіміз, балалар шығармашылық үйі және де туризм орталығы. Осы мына өткен оқу жылымыздың бір ерекшелігінің бірі, ауданда осы қосымша білім беретін мекемелердің жанынан туристік база ашылды. Донецк ауылында қазір 40 оқушыны қамти алатын бір мезгілде 40 оқушыны қамти алатын Бармастау туристік базасы ашылды. Жыл бойы осы туристік база жұмыс жасап келді. Бұнда деген енді скалодромы да, басқа да туристік бағытта қажетті құрал жабдықтармен жабдықталып, оқушыларымыз үйірмешіге қатысатын оқушыларымыз осы туристік базада да өзінің үйірмелерін өткізіп, жаттығуларын өткізіп, осыны пайдаланып отырмыз. Және де 2019 жылы бізде осы ауданда жазғы демалыс лагері болмаған, стационарлық. Осы 2019 жылы бізде бірінші жыл өзіміздің жаңадан су жаңа салынған Расуан жазғы лагерінде да
лагерьде ашылып, сонда балдар осы. Бір жыл балдарымыз сол мүмкіндікке жетті. Қазіргі таңда енді осы мына дертке байланысты әрине мына жазғы демалысымызды өкінішке орай балдарымызбен әлі ашылмай отырмыз. Бірақ та әлі жаз жаңа басталып отыр. Әлі де осы екі лагерімізді дайындап отырмыз. Енді оны жағдайға байланысты қараймыз. Енді аудан бойынша енді жалпы мектептерде жүріп отырған жұмыс әрине көп жүріп жатыр. Ол тәрбие бағытынан да, білім саласы бағытынан бірнеше додаларға да қатысып жатыр. Республикалық деңгейде де, облыстық деңгейде де оқушыларымыз жүлделі орындармен де оралып, ұстаздарымыз да үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Енді жалпы енді оларды бәрін айта кететін болсақ, енді бірнешесіне ғана тоқтала кетейік. Мысалы осы оқу жылында, өткен оқу жылында оқушыларымыздың жетістігін айтатын болсақ, мына облыстық деңгейде интеллектуалдық конкурстар өткен болатын. Менің кіші отаным деген конкурсқа біз мысалы Жапаев орта білім беретін мектебінің оқушылары 3-ші орынға иеленді. Сәкен оқуларында гимназияның оқушы Шулумов Мейрамбек деген оқушымыз да 3-ші орын алып келіп, қазақ тілі мен әдебиет бойынша 2-ші республикалық олимпиадада да жүлделі орындармен оралды. Бұл Дана Сәндібек, Лилия Мендібаева деген оқушыларымыз жүлделі 3-ші орынға ие болып, бұлар деген енді жалпы наурыз айына дейін барып қатысқан оқушыларымыз. Енді содан кейінгі сайыстарымыз көбі енді онлайн түрінде де, қашықтық түрде қатысып жүлделі орындарға ие болды. Елімізде орын алған жағдайға қарамастан да өздерінің байқауларға қатысып, бұл еліміздегі дертке карантин кезіне де қарамастан жұмыс жүріп тұрды. Біздің ұстаздарымызға қазір мыңда бір алғысымды білдірем. Бірде-бір жұмысты тоқтатқан да жоқ. Сол кәдімгі елдің бірге болып, қашықтық оқуда да, қашықтық барлығына сайыстарға, олимпиадаларға қатысып, жүлделі орынға ие болды. Айта кететін болсақ, жарқын болашақ облыстық байқаудан Ақсуат мектебінің оқушысы Виктория Бакаушина 1-ші орынға ие болды мысалы. Облыстық Ақбеден байқауында Гүлдана Темір деген 9-ші сынып оқушысы Патитөпна қазақ мектебінің ақындар сайысынан 2-ші орын алса, Диас Айтен деген шешендік білгірлік бөлімі бойынша 3-ші орынға ие болды. Және де осы Шаған мектебінің оқушыларды айта кеткенде отыр. Бұл жерде халықаралық ғылым әлемін ашамыз деген байқаудан уже 2-ші жыл биыл қатысып, жүлделі орынға ие болып отырған бұл Дәулет Сұлтанғалиев пен Даниал Сағын деген оқушылар бұлар халықаралық байқауға да қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Бұл енді қашықтық оқытуға қазір жақсы бейімделді, оқушыларымыз да, әріптестеріміз де бірде-бір байқаудан қалмауға тырысып отырмыз. Жақсы, қымбатты оқырман, біздер бүгінгі онлайн ой бағдарламасы аясында рухани сұрақтарды да қойып отырамыз деген болатынбыз. Жанаргүл Жеңісқызы, жалпы балалық шаққа билет барғыңыз келеді ме? Балалық шаққа саяхат жасасаңыз, балалық шақ деп айтқанда ең бірінші сіздің ойыңызға не түседі? Әрине, жақсы сұрақ бұл. Жақсы сұрақ дегенім, балалық шақ енді адамға бір рет қана берілетін өмірде қайталанбас шақтың бірі ғой. Енді балалықпен жасаған әрбір қателігің сол мезгілдерде кешіріліп, әрбір қателігің кәдімгі атанаң оған енді қалай айтуға болады енді, атанаң оның барлығын түсіне біліп жүрді. Атанаңның қолынан жетектеп, атанаң өзінің қолынан жетектеп, әрбір еркелетіп, әрбір кездерде жүрген шақ қой. Ал атаң мен әжең болса, ол адвокатың, кәдімгі. Қандай бір әлгі жағдайлар болса да, олар сені не істесең де сені жақтап, қорғап, не болса да дұрыс қылып алып шығады ғой.
енді әрине балалық шақ ол енді жалпы әр адамның да жақсы мынадай сәтті шақтардың бірі ғой. Өсе келеді еске алып отырасың, сағынышпен ойланып отырасың, мысалы да балалық шақ қандай екенін сонда ғана мына өскенде түсінесің. Қазір әрине балдарымыз ой біз қашан есейсек екен, бүйтем сөйтем деген әңгімелерден жастарымыздан біз тек бірақ ертең өсе келе сол балалық шағын өздерінің есіне алып отырады ғой, расымен де. Бірақ оны әрине қайтып келмейтінін ойласаң, қалай мына осы ғұмырдың өзінде қалай зымырап кеткенін кәдімгі күрсініп есіңе аласың ғой. Бала кезімізде мысалы кім боламыз деген сұрақтарға біріміз мысалы мұғалім боламыз, біріміз дәрігер боламыз, кейбіреулер өрт сөндіруші боламын деп армандап, соған әртүрлі ойындар ойнайтын едік. Мұғалім болып сабақ беріп, дәрігер болып, мысалы қасымыздағы ойнап жүрген достарымызды емдеп деген сияқты, бірақ қарап тұрсақ енді армандайтын едік сол кездерде. Қарап тұрсақ ал сол бала кездегі арманымыз қазір енді орындалып отыр. Бәрі де өз ретімен орындалатын жағдайлар. Сол өткен шақты енді қайтып әрине қазір мына билет бермей отырсың ау, бірақ енді ол әрине қайтып келмейтін, тек қана оны қазір есімізге көз алдымызда тәтті ескелік болып қарады, көз алдымызда тек елестетіп отырамыз. Бала кезіңізде кім боламын деп армандадың? Жалпы армандарыңыз орындалды? Енді бала кезімде шыны керек мен мұғалім боламын деп армандаған жоқпын. Мен бала кезімде бапам енді көбінде мына ауыл шаруашылығының айналасында жұмыс істеген, қызмет істеген азамат. Мен агроном боламын деп келдім. Мен агроном боламын деп кәдімгі сыртқа орда ауылдық жерде ауылдапыз ғой. Сыртта огород егем, әртүрлі шөптерді әкеліп, сол даланың шөптерін әкеліп аулаға отырғызып үйреткен. Мен агроном боламын деп. Бірақ өсе келе, сосын бір жағынан әкемнің де ақылы қызым, ол агроном ер баланың оқитын оқу деді. Сен деген не болса да бір өзіңе лайық, сен бір нені таңда деді, ол деді 8-9 оққанда уже кішкене ой тоқтатқан кез. Көбіне мен әкемнің қасында жүрдім. Әкем қайда барса, полиорганиге барса, егістікке барғанда, мал шаруашылығына барғанда бірге шығып жүретін. Бірге барам, мәшінесіне түспеймін, әйтеуір құрттай бір не болып қалса, әкем әйтеуір жүр қызым деген уақытта қалмай жүр. Сонда айтады. Сонда сұрап отырамын, ауыл шаруашылығын қалай егін егіледі, соның бәрін сонда айтады. Қызым сен деген бұл ер баланың жұмысы, ер азаматтардың жұмысы, сен өзіңе лайықты ойлан деп. Содан кейін енді где-то 8-9 оққанда мен заңгер боламын дедім. Мен заңгерлікке барам, мен милиция боламын дедім. Бірақ енді өз кесін кішкене ой тоқтатады екесін. Ой тоқтады деген мен үйде жалғыз қыз болып өстім. Өзімнен кейін 2 інім бар. Сосын мен мынау мұғалімдік, ұстаздық жолға келем деген ойым болған жоқ. Бұны маған ой салғызған өзімнің досым Жанар деген, ол осы педагогикалық колледжға барам деп, ол уақытта училище оқуға түсеміз. Мен онда кілем беспеге оқып, әлгі қолымызда қызыл не болып, сол досыммен бірге қалаға қыдырып келдік. Онда енді екінші әжем деймін, нағашы апам үйіне қонаққа қыдырып келгенде, сол Жанар деген досымыз екеуміз училищеге тапсыруға бардық. Менің қолымда сол келден әжеммен келіп көрімдік алуға келген адам олды, көрімді көрсетіп, кәдімгі қуанып, ана қызыл не ол уақытта куәлік дейміз қолымда. Соны мен педагогикалық училищеге бардық. Менің қолымда сумкамда бірге жүріп, ана досым экзаменге құжаттарын тапсырып жатыр. Сосын мен де жайлап барып жақындадым да, маған да оқуға бола ма деп сұрадым. Неге болмасын? Қандай документ? Менде документ жоқ. Мен қолымда тек қана бір жалғыз куәлік болды. Мені тіпті сол жерде емтихансыз қабылдады ғой. Оған қуанып кетіп, үйдегі ата-аналарым білмейді. Әжеме келіп, енді екінші әже дедік, сол әжеме келіп, айттым, әже, мен оқуға шақырып жатыр. Мен жақсы оқуға қой. Ол менің үйде бапаларыма, менің шыны керек, 11 бітіреді деп ата-анам күтіп отырды ғой. 11 оқиды, қонаққа келген қызым. Сосын әжем ауылға кетті. Ой, не болса да мен түртейін. Оқы. Үйде жатып оқы. Осы мынау жақсы оқу, мұғалім деген кәдімгі
қолдап кетті. сөйтіп қолдап кетіп, сол мен емтихансыз сол педагогикалық неге училище болып уақытта соған оқуға түсіп, міне қазір сол ұстаздық жалғастырып. Қанша жыл Енді ұстаздықты енді педагогикалық училищеден мен институтқа тапсырдым. Енді жалпы мектепте 13 жыл жұмыс жасадым, я сол 13 жыл жұмыс жасадым. 2003 жылдан бастап осы аудандық білім бөліміне инспекторлық қызметке келдім. Содан бері осы білім бөліміне. Әрине 2 жыл ішкі саясат бөлімінің басшылығында болдым. Жалпы енді осы мына білім саласында қызмет етіп жүрдім. Аяқ астынан жаңа досыңыз. Бірақ мен оған өкінбеймін, неге десең, ұстаздық өте сондай өзіме кәдімгі жаныма жақын сондай мамандық екен. Кәдімгі құлшына кірісіп, оқуымызды да жақсы бітіріп, институтты жақсы бітірдік. Жақсы, әсіресе балдар десе кәдімгі жаным қалмайды екен. Оның бәрінде әрине балалық кезімізде арманымыз бар, заңгер боламын деген. Бірақ сол арманым деген арман енді арман ол расымен арман болады екен. Мен өзім қазір 2 қызым бар, сол 2 қызым мен оларға сен заңгер бол деп айтқан ешкімім жоқ. 2 қызым да қазіргі таңда заңгерлікті жоғарғы оқу орнын бітіріп отыр. Аграрлардың ешқандай таңдауы жоқ. Жоқ, сол заңгерлікті 2 қызым бітіріп, сол қазір енді өзімнің кезімдегі арманымды қазір 2 қызым жалғастырып отыр. Арман түбі орындалатын болып тұр. Түбі орындалатын болып тұр. Оны қазір өсе келе білесің ғой, өсе келе оны түсінесің. Енді арман, әр адам армансыз болмайды. Етіп армандап, бірақ енді бәрі өз-өзімен, өз орнымен, өз несімен келеді екен. Жаңағы балалық шақ деп жатырмыз ғой. Бала кезімізде өзіңіз де білесіз, біздің кезімізде телефон, ешқандай жаңағыдай WhatsApp, әлеуметтік желі деген болған жоқ. Барлығымыз кішкентай бала болып, ойыншы ойнап, жаңағы әрбір саланың мамандары болып ойнап өстік сол кезде. Ал қазіргі балалар олай емес қарап отырсақ. Көбі шыны керек, далаға шығып ойнамайды, үйде телефон шұқылап отырып. Бұған не себеп болды екен? Бұған не себеп болды дегенде расымен де қазіргі бала бұрынғы балалардың ойны қазір жоқ. Оны қазір өзіміздің балаларымыздан да көріп отырмыз ғой. Көбінесе мына қазір әрине әлеуметтік желілер. Көбіне балалардың енді жастарымыздың көбі соған табынып отыр. Бұл әрине бұның жақсылығы да бар, бірақ енді әрине балалық шақ болу керек деп өзім ойлаймын. Балалық шақта енді қызықты ойындармен, қызықты кәдімгі бұл есте қалатын жағдай. Ертең өсе келе оны түсінер де. Әрине мен қазір балдарымызға айтатыным, балалық шақта осы әлеуметтік желі әрине ол пайдасы бар қазір. Бүкіл әлем қазір осыған табынды ғой. Бірақ та балалық шақтағы кейбір ойындардың әлі жетіспейді. Оны мектептен де ата-аналар да егер осындай жағдайларды түсіндіріп айта жүрсе, балдарымызды соған тәрбиелеп, бағыттап етсе, ол әрине әлі орын табатын жағдайлар ол. Жақсы, көрермендерден де сұрақтар бар екен. Эльмира Хамзина есімді оқырмандарымыз жазған екен. Біздің мектепте де жағдайға қарамастан қашықтық байқаудан Байтақова Жанел, Бөкенбай, Жансая деген оқушылардың жүлделі орындар алды ағылшын пәндік жарыстардан дейді. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, індетке қарамастан байқауға да қатысып жатыр деп, соның нәтижесі екен. Сол Эльмира Хамзина әрі қарай айтады, алдағы уақытта қашықтықтан жұмыстарға қатысу үшін ауылымызда интернет желісін күшейтсе жақсы болар еді. Социализм ауылы. Жақсы, әрине бұл мәселе тек қана осы социализм ауылында да емес. Әрине біздер осы наурыз айынан бері қашықтық 4-90-ды қашықтық оқытудан бастадық қой. Көптеген қиындықтар болды. Мына интернет желісінен де көптеген қиындықтар болды. Бұндай жағдай болған жоқ қой. Бұндай жағдай болған жоқ. Егер мектепте интернет бар, мен 38 мектептерде интернет желісі бар. Неге оларға кәдімгі арнайы құрылғылар өткізіп, Алтел компаниясымен жұмыстанып отырған Қазақтелеком, олардың құрылғылары бар. Ал жалпы ауылға керек болсақ, енді балдарымыз үйде отырды ғой. Ауылға әрине интернет керек. Ол бағытында да біздер осы сәуір-мамыр айында Транстелеком компаниясымен жеке серіктестікпен, жеке шаруашылық шектеулі серіктестікпен жұмыстандық.
әрбір мектепке, әрбір ауылға барып, сол жерге қандай түрде мына интернет құрылғыларын қажеттілігін анықтап шықтық. Қазіргі таңда мына нелер смета дейміз ғой енді, жобалық мына есептеулер бар, дайын тұр. Енді бұны да аудан әкімшілігінің алдына да қойдық, біледі. Осы бағытта енді қыркүйекке дейін, қыркүйек енді қазан айында бола ма, ол жалпы жұмыстанып жатыр. Аудан бойынша жұмыстанып жатыр. Бұған ауылдың интернетін күшейту үшін құрылғылар ауылға қойылу керек. Жалпы жұмыс басталды деп айтуға болады. Енді осы жаңа оқу жылына дейін бұл толығымен орнатылатын болады деп ойлап отырмын. Керек әрине интернет. Қымбатты оқырмандар, біздерге сауалдармен қатар көрермендеріміз өздерінің жүрек жан тілектерінде жазып кеткен екен. Оқи кетейік. Айсәуле Құмарғалиева: Жанаргүл Жеңісқызы, жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Айман Кумашева: қайырлы күн, қиыны мен қызығы бірге жүретін білім саласындағы жұмысыңызда жағымды жаңалықтар көп болғай дейді. Осындай тілектерге біздер қосыла отырамыз. Одан әрі білім саласында жүргізіп жатқан жұмыстарыңызды жалғастырып айта кетсеңіз. Енді білім саласында жоспарларымыз да бар. Қазіргі уақытта енді біздер мына жаңа оқу жылына да дайындық жұмыстарын бастап кеттік. Енді атап айтар болсақ, биылғы жылы көптен бері шешілмей жүрген мәселелер де шешіліп жатыр. Ол мына Ақсуат мектебі, Ақсуат ауылындағы, Долинный ауылындағы Чапаев мектебі көп жылдардан бері мына құрылғаннан бері бірде-бір күрделі жөндеуді көрмеген мектептер еді. Ана жылдары, енді 2017 жыл, 2018 жылдары осы мектептерге күрделі жөндеуден өткізуге барлық жобалық сметалық құжаттамалар дайындалып тұр, экспертизадан өтіп, сараптамадан өтіп дайын тұрған құжаттамалар болды. Қазіргі таңда осы мектептерге қомақты қаржы бөлініп, республикалық бюджетте мына жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының аясында қазіргі таңда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Ақсуат мектебіне 231 миллион теңгеге қазір күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіп, Алким компания сатып алған болатын. Ал Долинный Чапаев мектебіне қазір 198 миллионға 198 567 мың теңгеге жөндеу жұмыстары басталды. Бұнда да фирма Иском деген құрылыс компаниясы жұмысын бастап 5 мамырда бастады. Енді жаңа оқу жылына үлгертеміз деп қарқынды жұмыстар жүріп жатыр. Және де көптен шешілмей жүрген мәселенің бірі бұл мына ауылдық жерде, ауылдық шағын мектептерімізде, енді күрделі жөндеуді өтпеген мектептерімізде бар ғой әлі. Ішкі мына дәретханалар жоқ еді. Ішкі дәретханалар жоқ еді. Биылғы жылы осы облыстық бюджеттен 42 миллион 100 теңге бөлініп, 18 мектебімізге ішкі дәретханалар жүргізіліп, су өткізіліп, және осымен бірге мына асханаларымызда су құралғыларымен су өткізіліп жұмыс жүріп жатыр, жөндеу жұмыстары. Және де барлық 38 мектебімізге мына бейне камералармен жабдықтауға қаражат бөлінді. 63 миллиондай көлемінде облыстық бюджеттен қаражат бөлініп, қазір мына сатып алу шаралары өтіп жатыр. Сатып алу байқауы өткеннен кейін осы жұмыстар басталады. Және де биыл 2019 жылы 3 мектебіміздің жанынан спорт алаңдары салынды. Чапаев мектебінде, Шаған мектебінде, Покатиловка мектебінде, және де Аңқаты мектебінің жанынан 2019 жылы спорт алаңдары салынған болатын. Ал биылғы жылы жергілікті бюджеттен 50 миллион көлеміндегі қаражат бөлініп, қазір Ақжайық, Шағатай, Ақсұғым ауылдарында, Ұзынкөл және мына Долинный ауылында спорт алаңдары салынуы басталып жатыр. Мердігер қазіргі таңда анықталды, барлық қажетті материалдарын алып жатыр. Енді осы аптадан бастап спорт алаңдарының құрылысы басталады. Енді ол да осы тамыз айына дейін аяқталады деп күтіп отырмыз. Осы ауылдарда тек қана оқушылар емес, барлық жастар, бүкіл ел болып осы спорт алаңдарын пайдаланатын жағдайға жетіп отырмыз. Бұл да әрине жақсы бастамалардың бірі. Әлі де осыдай спорт алаңдары салынса деген ой бар.
салынатын да болар. Қазіргі таңда осы спорт алаңдарының мәселесі қолға алынып отыр. Және де 2019 жылы бізде 6 мектебімізде IT сыныптар ашылды. Ол да жақсы, қазір мына балдарға, оқушыларымызға жақсы әсер тигізді. IT сыныптарында қазір жаңа технологиялар, жаңа мына цифрлық Қазақстан деген бағдарламасының аясында үлкен балдарға септігін тигізіп отыр. Үйірмелер, робототехника тағы басқа да үйірмелер осы сыныптарда өткізуге үлкен мүмкіндіктер бар. Енді жалпы жұмыс әлде жалғастырылып жатыр. Жақсы бастамалар бар, жақсы жобалар да бар. Енді болашақта оны да жүзеге асырамыз ба деген. Соның ішіне мына мектептің кітапханаларында қолға алғымыз келіп отыр. Бұларда коворкинг орталығы дейміз ғой. Коворкинг орталығы деген сияқты сол кітапханаларымызда коворкинг орталығына айналдырсақ па деген ой бар. Жақсы. Камилия Қарекесова есімді оқырманның сұрақ бар екен. Педагогика саласында жалпы ұстаздық етуде қазіргі әйел адамдар саны басым. Соның салдарынан мінезі ер адамға емес, қыз балаларға тән ұлдар өседі деген пікір бар. Сіз педагог ретінде осы мәселе жөнінде қандай ойдасыз? Әрине, қазір білім саласында егер бізде 1060 педагог қызмет етсе, оның где-то 70%-дай әрине әйел адамдар. Әйел адамдар, бірақ мен бұл оймен енді көп келісе алмаймын. Неге десеңіз, ұстаздар, ер адамдар бар бізде. Әріптестеріміз, ұстаздық жолында жүрген әріптестеріміз бар. Мен бұл оймен келісе алмаймын. Неге десеңіз, ол әйел азамат ол ұстаздық жолында білім береді. Тәрбие бағытында да жалпы тәрбие үйден басталады. Мына ер балдарға кәдімгі өзінің мінез құлқын қалыптастыратын ол үйінде әке. Енді бұл енді көбінесе айтылып жүрген ой, мына мұғалімдер, ұстаздар әйел азамат болғасын, міне қазір оқушылардың да мінезі сондай болды. Жоқ, ондай оған мен келісе алмаймын. Неге десеңіз, енді бұл бірінші жыл емес бұндай жағдай. Әр уақытта да әйел азаматшалар ұстаздық жолында мықты дарынды оқушыларды, дарынды азаматтар шығарып жүрді. Әр қай жағынан болса, адамгершілік жағынан, патриоттық бағытта да. Бұл тәрбие бағытталған жерде ондай, мен ойламаймын, ондай қыз мінезді ұл баланы тәрбиелейді. Ондай жоқ, тәрбие бағытында әр бағыт бойынша дұрыс мектепте тәрбие жол қойылып отыр. Жақсы. Ақтолқын Үсенова есімді оқырманнан сауал бар екен, тілегі жеткізген екен. Сәлеметсіз бе, мен Ақсуат ауылының тұрғыны, ата-ана сізге тілегімді жеткізгім келеді. Төтенше жағдай кезіндегі Ақсуаттағы аз қамтылған және көп балалы отбасыларын қажетті техникамен қамтамасыз еткен кәсіпкерлерге де, басы қасында жүрген сізге де рахметімізді айтамыз. Еңбегіңіз жемісті болсын. Әрі де сұрақтар келіп жатыр екен. Ата-анадан Жанаргүл Жеңісқызы биылғы жаңадан басталатын оқу жылы 4-ші тоқсан секілді онлайн оқиды ма оқушылар? Ата-аналар өздерінің оқушыларына жаңағы киім-кешек алуға дайындаламыз ба деген сияқты, я болмаса үйден оқытылу жалғастырады ма? Сол жөнінде айтып кетсеңіз деген сұрағын қойған екен. Жақсы, мен біріншіден мына Ақтөті деген оқырманымызға рахметімді айтқым келеді. Расымен де мына төтенше жағдай басталғаннан әрине қиын уақыттарда болды, қиын бір апталарда болды. Бірақ соған қарамастан мына түспешілікпен қарап ата-аналар енді барымызды аяған жоқпыз деп айтуға болады. Мектептерден 300-дей отбасына мына компьютерлік техника толығын таратылып беріп, барлық құрылғылар үйлеріне жеткізіліп берді. Сол арқылы енді WhatsApp-қа да, көбінесе WhatsApp-пен оқыдық қой. WhatsApp, Zoom бағдарламасымен, сабақ кезет деген бағдарламалармен онлайн түрінде оқыдық. Соларға енді әрине құрал жабдықтармен ең бастысы аз қамтылған көп балалы отбасыларды қамтуға тырыстық. Енді және де жергілікті бюджеттен бөлінген қаражатқа
жаңа құрал жабдықтарды алдық. Ол жаңа компьютер, енді бұл компьютер былай үнемделген қаржы есебінен алынғанмен де барлығы да қазір сол оқушыларға жетті. Мектептерге қазір жеткізілді. 200 дана компьютер, 60 дана ноутбук алдық. Бұл да ертең егер осындай қашықта оқуда оқу болатын жағдайлар болса, әйтеуір біздің мектептерімізде компьютерлар бар. Бар деп айтуға толығымен жеткілікті түрде компьютерларымыз бар. Және де мына интернет желісі төмен жерлерде бұларға роутер дейміз, ол құрылғы ана интернет желісінің несін күшейтетін құрылғыларда Қазақтелеком арқылы толығымен жабдықталып мектептерге алынып берілді. Енді жалпы мына екінші сұрағымыз бойынша бұл әрине елдегі жағдайға қараймыз ғой. Жалпы енді білім министрінің де айтқанын естіген боларсыңыздар, ол әлеуметтік желілерде шықты. Жаңа оқу жылын енді әрине мектепте бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Ал енді мына елдегі дерттің жағдайға байланысты ғой. Бірақ бар жағынан да енді дайын болуымыз керек. Өзгерістер болуы мүмкін. Барлық өзгерістерді өздеріңізге мынау ата-аналарға да, оқушыларға да міндетті түрде жедел түрінде жеткізіп отырамыз. Алдын ала хабарлап. Алдын ала хабарлап жеткізіп отырамыз деп отырмын. Рухани бағыттағы сұрақтарымызды бастамастан бұрын бір топ оқырмандарымыздан сіздерге, сіздің жұмыстарыңызға деген тілектерін оқи кетейік. Айжан Мырзағалиева, Жанаргүл Жеңісовна, сіңізге сәттілік тілейміз. Ыбырай Алтынсарин мектебінен саламатсыз ба Жанаргүл Жеңісовна, өте қарапайым, ашық, кез келген адаммен тіл табыса білетін, өзінің мамандығын сүйетін жан. Сіздің жұмысыңызға толағай табыстар тілейміз. ОБТ-да оқушыларымыз жақсы жетістіктерге жеткізсін, түлектерге сәттілік тілейміз. Ақжайық бастауыш мектебі, Жанаргүл Жеңісовна, еңбегіңізге сәттілік тілейміз. Әр мектепке жанашырлықпен қарағаныңыз үшін ұжым атынан рахмет айтамыз. Амангүл Нахуанова, жұмысыңызға шығармашылық табыс тілейміз деген оқырмандарымыз сұрақтарын қойып жатыр екен. Жанаргүл Жеңісовна, жалпы өмір болғасын ақ пен қара болады. Өмірде сүрініп барып құлаған, қайтадан тұрған кезіңіз болды ма? Енді Самал, енді бұл мен қазір енді ондай есіме түсіп отырған жоқ. Бірақ енді өмірімде қасымда клиент көбінесе жақсы адамдар болды. Жақсы адамдармен табысып жүрді. Енді жалпы ондай кездер қазір құлап тұрдым деген кездер енді қазір есіме түсіп отырған жоқ, шыны керек. Бірақ енді жалпы қиын кездер болды ғой. Қиын кездер болды. Қиын кездерден бірақ көбінесе кәдімгі жігерлікпен алдымда әлі қасымдағы енді әріптестерімде көбінесе қолдап жүрді. Жалпы тәпсім неткендей ондай жағдайды мен қазір түсіре алмай отырмын. Жақсы. Әсемгүл Беркінова есімді оқырманның сұрағы бар екен. Кейбір мектептерде IT сыныптары ашылғанын білеміз. Менің сұрағым, Госплемстанция жоғары орта білім беретін мектебінде ашылады ма, немесе ашылу жоспарда бар ма? Жақсы сұрақ. Жаңа мен айтып өттім ғой, 2019 жылы, бізде 2018 жылы Федоровканың бірінші мектебінің жанынан бір IT сынып ашылған болатын. Бұл Нұр Отан партиясының қолдамасымен ашылған IT сыныптар кезінде. Осы Нұр Отан партиясының жобасы болды. Енді 2019 жылының оқу жылының басында 5 ауылда IT сынып ашылды, 5 мектепте. Әлі жоспарымыз бар. Жалпы енді әрине жалпы орта білім беретін мектептерде IT сыныптар болса, ол әрине жақсы. Қазіргі заманның талабы, қазір мына балдарымыздың қазір мана осы бірінші сұрақтарымызда айттық қой, ойын баласы, ойын ойнап өстік еттік деп. Ал бірақ қазіргі мына жаңа технологиялар дамып жатқан жағдайда бұл мына қазіргі заманымыздың талабы, оқушыларға одай қажет. Бұл бағытта да енді жұмыстанамыз әлі. Биылғы оқу жылында енді жалпы әлі қаражат көзі әлі бөлінген жоқ, бірақ та бұл бағытта енді жыл аяқталғанша егер қаражат көзі болса, әрине жұмыстарын көреміз. Мен жалпы ана мектепке, мына мектепке өткіземіз деп, нетіп береміз деп қазір нақты айта алмаймын, бірақ назарда бар, барлық жалпы орта білім беретін мектептерде осы IT сыныптар болсын.
Жанаргүл Жеңісқызы, қазіргі заман әжейлеріміз ақжаулықтары қайда өзі? Жалпы заман дамып жатыр, қарыштап жатыр, дұрыс оған келсеңіз, оған ілесейік заман ағымына. Алайда кейбір салт дәстүрлеріміз, кейбір қазақ ұлтына тән қасиеттеріміз жоғалып кетуде. Соның бірі әжейлеріміздің ақжаулығы тақпай, кейбір әжейлеріміз әже болып немерені ойнатып, ертегі айтудың орнына телефон шұқылап жүрген әжелеріміз туралы айтып кетсеңіз. Дұрыс, Самал, мен қазір мына Мұхтар ақынның сөзі есіме түсіп отыр. Мына әже, сен бірге жүрсең меніменен, өлуге мен өзіңді келмеген деп Мұхтар ақын өзінің әжесінің ерекше жақсы көретінін, әжесінің өмірінде қандай орын алғанын ерекшелеп айтқан болатын. Әже дегенде ақжаулығы басында бір әулетті басқаратын отанасы деп көзімізге елестетеміз ғой. Көбінесе мен өзімде әжемнің бауырында өстім. Әрине, әжемізді елестеткенде мына қалтасында әр уақытта да бір кәмпиті жүретін, істен өзіне ғана тән жұпар исан қитын, ерекше еркелетіп, әжелеріміз көзіміздің алдында ғой. Енді көпті көрген, сабырлы, сыйлы әжелеріміз елді тәрбиелеген. Ол тек менің ғана айтқаным емес, бұл деген тарихта да барлық жазбаларды оқысаңыздар да барлығында кездеседі. Кәдімгі ұлы дана адамдарды да осы әжелер үлгі болып тәрбиелеген. Оны мысал келтіріп айтатын болсақ, Абай атамыздың өзінде бала Абайды өзінің әжесі Зере өзінің осындай қалыптасуына үлкен септігін тигізген. Шоқанның әжесі, мысалы, оқыған шығармаларды оқыған кісілер жақсы біледі ғой, Шоқанның әжесі. Айгерім де Шоқанның өміріндегі рөлі ерекше болған. Ал мына Ақтанов Тахауи деген Шырағың сөнбесін романында әжелердің жарқын образы ерекше көрсетілген. Ақ кимешек киген бір кемпір көрсем, ақ кимешек астынан өзіңді көрем. Немересін ертпей жүре алмайтын таныс дауыс, таныс сөз, таныс мәсі көзімнен оттай басылып алаулаған деген осы сөздері есіме келіп отыр қазір. Ал қазіргі уақытта жаңа Самал өзің айтып кеткендей, өкінішке орай ақ кимешек көрінсе сені көрем, ал ақ кимешек жоғалса нені көрем деген жағдайға келіп отырмыз. Рас, әженің тәрбиесі, әженің бұрын бала ана баласын көріп, әжесін көріп өсетін еді. Рас, қазір деген көптеген әжелер ол басында көбіне орамалын да тақпайтын әжелеріміз бар. Сотканы шоқып отыратын әжелеріміз бар. Мына әлеуметтік желілерге нелерге қосылып бірге сөйлейтін әжелеріміз бар. Ол әрине, ешқандай қазақтың салт дәстүріне, қазақилығымызға біздің ол абырой келтірмейді расымен де. Қарт ойнайтын әжелеріміз бар. Көбінесе ол бала тәрбиесі емес. Мен көптеген ауылдарға барғанда кездесетін көптеген әжелер жалпы қарт ойынға да кетіп қалатындары бар. Ол әрине оны көріп өскен бала қандай тәрбие алады дегенді білдіреді. Мен де қазір әжемін. Мен екі кішкентай жиенім бар. Жалпы енді әлі мен келінмін. Негізі қолымда 80-нен асқан атам бар. Бірақ та әр әйел азаматша өзі ойлану керек қой. Өзінің үйінде кәдімгі балаға үлгі болу керек деп ойлаймын. Соның ішінде әжелер енді әжеге қарап немересі барлық үлгі тәрбиені ата-анасынан алмаса да, бірақ әжесінің сол несінің барлығын ертең өскенде де көбінесе ата-әжесінің есін алып отырады. Соған енді ойлану керек. Көбінесе енді қазір жас буынға әже болып отырады. Соның барлығын енді таразыға салып, кәдімгі ойлап, соған мен саймын ба?
немереме қандай тәрбие беремін деген бағытта ойланса, енді әрине ақ жауапты қазір әр әйел азаматтың басынан кигізіп қоя алмаспыз. Қазір ол енді заманның да енді бір нелері бар, әсер етіп отырғандары бар. Бірақ салт дәстүрімізді әр әйел азамат өзінің енді сол салт дәстүрді біле отырып, өз-өзін кәдімгі оған тәрбиелесе, енді қоғамымызда түзеле басталма деп ойлаймын. Сөзіңізде өзіңізде әжемін деп айтып қалдыңыз. Немере жиендеріңізге ертек айтасыз ба? Ертек айтам. Ертек айтам, енді мен жиендерім, екі жиенім бар, екі қызым ғой. Үлкен қызым қазір тұрмыста, Атырау қаласында тұрады, екі кішкентай жиен немерем бар. Бірақ олар енді ертек тыңдайтын әлі жасқа енді жақындап келе жатыр, үлкені екіде, кішкентай. Бірақ ертекті айтсын, кәдімгі тыңдап, қазір уже сұрақ қоя бастады, әже мынау не, анау не деген сияқты ертектерді жақсы тыңдайды. Жақсы. Мен қазір өзімнің әжемді есіме түседі, кезінде мен кішкентай өмірде мына батырлардың жырын жатқа білетін әжем. Алпамыс батыр болсын, ер төстігім болсын, бәріне жатқа кәдімгі жаттап, мен соны ойлайтын, әжем мынаның бәрін қалай жаттап алды екен. Жатқа біліп, соның барлығын бізге айтып отыратын. Соның барлығы қазір есімде. Сондықтан да мен немерелермен көбінесе қазір мына ойын, телефонда сұрап кетеді ғой, сол уақытта жайлап еркелеп, басқа жүрмейсің, қазір күшті бір ертек айтам деп алып кетем. Бірақ енді олар әлі кішкентай, өсе келе ертең. Әлде немерелеріңіз өскенше жаңағыдай батырлар жырында жаттап алып батырлар жырында жаттап алып айтатын болармыз деп ойлаймын. Жарайды, жақсы. Басты кемшілігіңіз қандай? Мен басты кемшілігім ба? Басты кемшілігім мен мысалы өзім ойлаймын, мен әр адамға мен сеніп қалам. Сеніп қалам, соны ар жағын ойламаймын. Мынау қандай жағдайларға тап болдырады екен деп ойламаймын ғой. Сол кемшілігімнің несінен көбінесе өзім сосын аяқтай жүріп, сол кейбір нелерді өзім дұрыстап қайтып істейтін боламын. Көбінесе адамға сеніп қалам. Сенемін, сенгіштік, өзім сияқты көремін бәрінде. Өзім сияқты кәдімгі, жалпы енді нетеді ғой деп, бірақ кейбір үйлеспеген жерлер өзіме сол керек деймін. Сеніп. Жалпы ондай қасиеттерді түзетуге болады ма? Енді түзетуге дегенде енді ол қазір кемшілік жүрмейді ғой. Өз-өзіңізге былай сауал қоймадыңыз ба? Болды, жарайды, Жанаргүл жетеді сенгенімен. Енді өз-өзімді қолға алайын деген сияқты. Жоқ, ол өмірде ол болмайды. Болмайды. Ол әрбір адамда бірден болса да бір кемшілік болады. Туындықты қасиет дейсіз олай. Кімге қарсысыз? Мен енді шыны керек, жаңа маған бір әжем деп айтып отырмын ғой, әжем ең басты өзімнің әжеме. Барлық мына туа бойымда қазіргі расменде қалыптасты, кәдімгі неткен әжем. Мына қай бағытта да болса да, енді көбіне әжемді есіме алып, сол әжемнің кезінде істеген нелерінде. Сосын әрине әкем, өзімнің әкем. Мен енді әжемнің бауырында болғасын анамды апа деп өстім, әкемді тәте деп өстім, үлкен бапамның ағасы болды. Сол кісіні бапа деп өстік. Енді сондай бір қазақи тәрбиеде болдық. Сондықтан да мен ең бастысы осы әжеммен әкеме қатысты ойлаймын. Кіндік қаныңыз тамған жерге тағзым ретінде не істей алдыңыз? Самал, енді шыны керек ештеңе істей алған жоқпын әлі. Менің туған жерім Шыңғырлау ауданы, осы Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы, Үлгілі деген кішкентай ғана ауыл болған. Қазір ол ауылда тіпті елді мекенде жоқ. Енді елді мекен жоқ, ол електің жағасында бір жайлы жерде орналасқан Үлгілі деген ауыл. Сол жерде туған жерім сол, ал жалпы өскен жерім Тасмол ауылы. Шыңғырлау ауданы Тасмол ауылы. Енді бұл жерге енді тағзым деген ретінде енді шын керек, мен осы Теректі ауданына келін болып түскеннен бері осы еңбек жолында осы Теректі ауданында бастадым. Мен жалпы енді Шыңғырлауға деп былай көп нем болған жоқ. Өкінішке орай, жалпы енді келін болып түскен жеріңде өзіңе ыстықтау болады ғой. Әрине көбінесе келін болған үлкен кісілер де бар, айтады ғой. Көбінесе осы жақ ыстықтау болып тұрады маған. Сен жастайымыздан келді, осы жерде өніп өсіп осы жерге енді жалпы сіңгенбіз. Көбінесе осы жақ ыстықтау. Осы Теректі ауданы жалпы
Алдағы 19 уақытта жасында ойыңыз келдім бар осы ма? жаққа. Алдағы уақытта ойыңызда бар ма? Алдағы уақытта енді қазір кішкене ой тоқтататын жасқа келдік қой. Көбінесе мына жалпы класстастарымызбен де қазір қарым-қатынасымыз жақсы, былай араласып кетіп тұрамыз, сонда да айтамыз. Елге барып бір не атқарсақ, бір зат істесек, бір игі істер істесек деп. Енді ол әлі жоспарда. Мен нақты қазір ана істеп тастаймыз, мына істеп тастаймыз деп айту қиын. Бірақ енді жалпы өзімнің мына сыныптастарымның да ойлары бар. Бізді 73 жылғы, 74-ші жылғы азаматтар осы ойды WhatsApp арқылы бір-бірімізге жеткізіп қазір айтып отырмыз. Енді жалпы болашақ ойымызда бар. Теректіге келін болып түстім дедіңіз. Теректіге сіңіп кеткеніңіз дұрыс, әрине, алайда туған жерді де ұмытпау керек. Үміткер Орынғалиев Жанаргүл Жеңісқызы Теректідегі тебіреніс әкім сағаты жобаларын ұйымдастырған кезде қолдап келеді. Еңбегіңізге сәттілік тілеймін. Бибігүл Жорасова, саламатсыз ба Жанаргүл Жеңісовна, жұмысыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Деніңіз сау болып, аудандық білім беру бөлімі биіктерден көрінсін. Салтанат Аубакирова, сәлеметсіз бе Жанаргүл Жеңісқызы, сіз басқарған ұжымға және сізге сәттілік тілеймін деп көп оқырмандарымыз өздерінің тілектерін білдірген. Осы тілекке Зия Шарипова, сәлеметсіз бе Жанаргүл Жеңісовна, деніңізге саулық, жұмысыңызға сәттілік тілеймін деп өзінің тілектерін жеткізген екен. Рахмет, оқырмандарымызға көп-көп рахмет. Жанаргүл Жеңісқызы, жалпы сізді не мазалап жүр қазіргі уақытта? Қазіргі уақытта не мазалап жүр дейсіңіз ба? Енді жалпы бұл сұрағыңыз бойынша енді не айтуға болады. Жалпы мына ауданның білім саласы бойынша көптеген істер тұр әлі. Сол істерді бір жолға қойылып, қазір жалпы мектептерде жақсы жұмыс жасап келе жатыр. Бірақ әлде осы жаңа жобаларды жаңа жобаларды шығарсақ па деген ойлар болады. Жақсы деңгейлерден ұстаздарымызды көтермелеп, ұстаздарымыздың көбінесе коммуналдық жағынан нелерді шешсек дегенде, үй жағынан үй мәселесі ғой енді көбінесе тұратын. Жалпы енді кейбір кішкене ауылдарға мамандар жетпей жатады, ал сол жерге шақырған мамандарға үй мәселесі болып жатады. Сондай мәселелер мен көбінесе ойландыратын. Сондай мәселелер шешіліп жатса дегенде 2020 жылы қаңтардан бастап енді педагог мәртебесі туралы заңда қабылданды ғой. Бұл өте үлкен көмек болып отыр қазір ұстаздарымызға. Енді әлде осы туындап отырған мәселелерде шешілер деп ойлаймын. Жақсы. Елімізге белгілі айтыскер ақын апамыз Дариға Мұштанова да сізге тілегін жеткізген екен. Сәттілік тілеймін. Теректіліктер Жанаргүл Жеңісқызы білікті, білімді, тәжірибелі басшы, өз ісіне мығым маман, ең бастысы адам. Майра Шарипова, Жанаргүл Жеңісқызы ашық, жолы жүзді, қарапайым адам. Жұмысыңызға тек табыс тілеймін. Мөлдір Ақтаева, есімді оқырманнан жазбай түскен екен. Сәлеметсіздер ме? Жаңа Өмір ауылдық округінде пандемия жағдайына қарамастан бөбекжай ашып қуантып тастадыңыздар. Осы жайында толық айтсаңыз, қанша бала қабылдайды? Рахмет. Расменде жаңа мен басында айта кеттім ғой, аудан бойынша қазіргі таңда 5 жекеменшік бөбекжайымыз жұмыс жасап отыр деп. Соның бірі міне осы жаңа Өмір ауылында Султанов деген жеке кәсіпкеріміз өзінің нысанын салып, қазір Алмажан плюс деген өзінің бөбекжайын ашып отыр. Жалпы 100 баланы қамтиды деген бағытта салынған бөбекжай 100 орындық қазіргі таңда бөбекжай ашылды деп отырмыз. Бірақ та әрине жаңа Өмір ауылында 300-ден астам бала бар. Ол мына 1 жастан 6 жасқа дейін, 5 жасқа дейін ғой бала. 300-ден астам бала бар. Әрине 100 орындық бөбекжай ол аз әлде. Бірақ осы жеке кәсіпкерімізбен байланысқан уақыттарда бұл кісі әлде өзінің сол жеке балабақшасын үлкейтуге, тағы да кеңейтіп салам, тағы да қосымша ғимараттар салам деген әңгімені айтып отыр. Бұл әрине жақсы болар еді. Қазіргі таңда осы 300-ден астам баланың 80 баламызына шағын орталықтарымыз бар ғой мектепте. Шағын орталықта қамтылып, 100 осы жеке
бөбекжайда қамтылатын болып отыр. Енді мына қазір пандемия кезінде мына дертке байланысты әрине қазір кезекті тек қана топтарын қабылдап отырмыз ғой. А жалпы енді егер ертең жағдайға байланысты осы дерт бас емдегесін толығымен бөбекжай жұмысын жасайды деп отырмыз. Светлана Құлова есімді ата-анадан сұрақ келген. Биыл оқу жылын ауданымыздағы мектептер қалай аяқтады? Қашықтан оқыту қандай деңгейде жүзеге асты? Биыл оқу жылын енді тек қана біздің ауданымыз емес, бүкіл республика бойынша да осы қашықтан оқыту, осы 4-ші тоқсан толығымен қашықтан оқыттық қой. Жалпы жаңа басында айта кеттім ғой, білім сапасы енді егер 2019 жылы бізде 54% құрап отырса, мына осы оқу жылының аяғында білім сапасы оқушыларда 65-7% деп отырмыз. Бұл енді 6162 оқушының 3799 оқушысы қазір төрт тілін мескендеп отыр деп отырмыз. Бұл әрине қашықтан оқыту болғасын, мен біріншіден ата-аналарға ризашылығымды білдіремін. Осыны түсініп, жағдайды түсініп, барлық үйде мүмкіншіліктерін жасап, мына телефондармен де, компьютерлармен де жабдықтап өздерінің оқушылар балдарын енді. Телевизорге де балапан бағдарламасы, ел арна бағдарламасы арқылы да бізде телесабақтар өтті. Барлық жағдайларды жасаған, мен осы ата-аналарға ризашылығымды білдіремін. Осыны түсіне біліп, әрине үлкен мына ұстаздарға әрине бұл үлкен екі есе жұмыстар ауырлады. Неге десеңіз, әр баламен жеке-жеке жұмыс жасады ұстаздарымыз. Соның да арқасы болар, ата-аналар білім сапасы көтерілгені мына ата-аналардың зор еңбегінің арқасы. Балдармен бірге, оқушылармен бірге ата-аналар көптеген ата-ана жұмыс жасады. Енді әрине көп ата-аналардың енді араларында сөздер де бар, бұл қашықтан оқыту, бұл балаға білім бермейді деген бағыттарды да айтып отырды. Иә, бұнымен де келсем, өте қиын. Қашықтан оқыту деген ол өте қиын, WhatsApp арқылы. Бізде мысалы 12 мектепте қағаз жазба түрінде де тапсырмалары беріп оқытқан жағдайларымыз болды. 40 шақты оқушыға, мысалы аудан бойынша, оларына әлеуметтік желілер, интернет желісі шамалы жерлерде қағаз түрінде де жазба, кәдімгі курьер, өзіміздің ұстаздарымыз курьер болып, барлық сақтандыру шараларын қолға алып, үйлеріне де жеткізіп, солай тапсырма беріп, әр баламен жеке-жеке жұмыс жасады. Жақсы, Самал Аязбаева есімді оқырманнан хат келіп түсті. Подсетный ауылында балалар 3 ауысымда оқиды. Мектеп салу қашан жүзеге асады? Рас, ол Подстепный ауылында қазіргі таңда 2 мектеп, 1 гимназия жұмыс жасап отыр. Жалпы 2019 жылда оқу жылын Подстепный қазақ мектебі 3 ауысымда басталды. 345 оқушыға арналған ғимарат оқу жылында 816 баланы қамтып отырды. Ол әрине 2 ауысымға да сыймады, 3 ауысымда осы мектеп жұмысын істеді. 2019 жылдан бастап аудан әкімшілігіне мен ризашылығымды білдіремін. Осы жағдайды түсініп, бүкіл облыстық деңгейде де осы мәселені көтеріп, облыстық білім басқармасының алдына да қойдық, министрліктің алдында да, қазір мына НОБА-да дейміз, мына ұлттық деректер қорында да бұл 3 ауысымда мектеп болып еніп, қазір есепке алынып отыр. Енді қолға алынды бұл жұмыс. Қазіргі таңда қолға алынды. Қазіргі таңда 1 миллиард 343 миллионға жобалық сметалық құжаттама қазір дайындалып, мемлекеттік сараптамаға жолданды. Ол аудандық құрылыс бөлімі осы бағытта жұмыстанып жатыр. Сол жоба енді толығымен мемлекеттік сараптамадан өткесін, әлі де жұмыстанылады. Енді әрине 3 ауысымдық мектеп қазір ол елбасының министрліктің назарында 3 ауысымдық апаттық жағдайдағы мектептердің мәселесі енді шешілетін болады деп жоспарлап отырмыз. Енді апаттық жағдайда мектептеріміз жоқ, бірақ күрделі жөндеуді талап ететін мектептер әрине бар ғой. Ол бойынша да қазіргі таңда жұмыстары осы 2020 жылдың аяғына дейін тағы да 2 мектепке, Ұзынкөл мектебін, Әнқаты мектебіне жобалық сметалық құжаттама
дайындап емес па деген жоспар бар. Енді 3 ауысымдық биылғы оқу жылында енді жалпы қазақ мектебінің подстепныйда қазақ мектебінде 908 оқушы болса, подстепный номер 1 мектепте 1000-нан астам оқушы жиналады деп оқу жылы бастайды деп жоспарланып отыр. Ол мектептің ғимараты қазіргі таңда енді толығымен жұмыс істеп отыр. Жақсы, рахмет. Резванқұл Құспанова Жанаргүл Жеңісовна өте қарапайымды, шыншыл педагогтарға үлгі болатындай білімді маман. Нұргүлбек Есқұловна Кереевна, Жанаргүл Жеңісқызы сұраққа нақты жауап бергеніңізге рахмет. Гүлсайра Мұханова Жанаргүл Жеңісовна қазыналы бәйтеректей болған ата мен ақжаулықты әженің орнымен олардың өнегесі туралы ой қозғалғаны ұнады. Сізге және ұжымыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Аман болыңыз деп сізге тілектерін жолдап отыр екен. Жақсы, одан әрі рухани бағытындағы сұрақтарымызды жалғастырамыз. Жанаргүл Жеңісқызы, жалпы ауа райы көңіл күйіңізге әсер етеді ме? Ауа райы дейсің бе? Жалпы кейбір адамда айтып жатады ғой, күн жаңбырлы болып жатса. Оны байқамай. Мен бүгін ештеңе жұмыс жасауға істеуге құлқым болмай отыр деген сияқты. Жоқ, ондайды мен көбіне байқамаймын, неге десеңіз, күн сайын өзінің әр күннің жоспары тұрады алдында. Әр күннің жоспары тұрады, әр күннің шешілетін бір мәселелер болып тұрады. Сондықтан ауа райына қарап отыратын шыны керек қазір ондай уақыт жоқ. Ауа райына қарап отырады. Мінезіңіз қандай? Мінезім енді білмеймін, енді жалпы айналам білетін болар. Мінезім жалпы мен енді қатаңдаумын. Былай көбіне айтады ғой, сіз күліп әлгі нетіп жүресіңіз деп. Сырт көзге, бірақ көбінесе мен өзім санаймын, қатаңдаумын кішкене. Қатаң болмасаң, бұл мінезді кәдімгі өмір қалыптастырып берған. Өмірдің өзі кәдімгі кертпеш қалағандай кәдімгі екен. Мінезіңді, мінез құлқыңды барлығын қалыптастыратын өмір екен. Бұрын оған мән бермейтін едім, қазір мына өсе келе кішкене енді жұмыс жасағасында білінеді. Мықты болу үшін? Мықты болу үшін біріншіден өз-өзіңді қайрау керексің. Мен сөйде ойлаймын, өз-өзіңді қайрап, кәдімгі өз-өзіңе кәдімгі баға білу керек. Баға білу керек деп ойлаймын. Қолымнан келмеген зат болса, мен нағыл деп бұл істі алып отырмын деген өз-өзіме кейде сұрақтар қойып отыру керек. Сонда сөйтіп қалыптасатын болар еді. Өз-өзіңе есеп беріп, өз-өзіңнің кәдімгі басқан ісіңе баға беріп қарап бағалап отыру керексің. Қолынан келді ма, келмейді ма, келмесе, мен онда нағып отырып екенмін жерге деген бағытта. Маған ел қарайды, маған бәлінбай енді оқушылар айналам қарайды. Ертең мен ол оқушыларыма, ұстаздарымның алдында мен неге өз-өзінің немді қарамаспыққа деген сондай бағыттарда жұмыстар. Жалпы қазір қоғамда осы мықтылық қасиет көп әйел адамдардың бойынан табыла бермейді. Қит етсе ашуға міне жөнеледі әйел адамдар. Жай бір кедергілерді өте бір қиын деп мәселе қылып көтеріп өз-өздеріне қол жұмсап, тіпті өліп кетіп жатырған әйелдер де бар. Бұларға қалай мықты болу керек? Бұларға енді қалай мықты болу керек дегенде, бұл әр адамның өзінің психологиясы ғой. Бірақ мықты болуға кәдімгі өз-өзіңді етіп, әр адам өзімен жұмыстану керек. Өз-өзін тәрбиелеу керек. Мен неге бір қиыншылықтан неге әр жолдың шешімі бар. Бірдеңеге сынып кетемін. Неге сынып кетуім керек. Нерешаемых әлгі проблем не бывает дейді ғой. Әр жердің, әр ненің өзінің шешімі болады. Жолы болады. Сол жолдарды қарастыру білу керек. Мен сөйлеу ойлаймын. Жақсы, шетелде өмір сүргіңіз келеді ме? Жоқ. Қазақстанда өзіңіз? Шетелде өмір сүргім келеді ме десеңіз, қазір көбі әрине шетелдің өміріне қызығады ғой. Бірақ мен өз басым айтар едім, мен шетелге жоқ, мен шетелге ондайға бармас едім. Шетелде болдым. 2018 жылы біз Германияда болдық. Германия бағында барлық солардың тыныс тіршілігін Европаны көріп келдім. Бірақ маған Европа қызықтырмады. Неге десең, алатын жерлер бар. Алатын жақсыларын осы елге келіп еңісе деген ойлар бар.
бірақ өз еліңдей осы өзіміздің Қазақстандай жер бәрі жоқ. Өмірге өкпеңіз бар ма? Жоқ, өмірге өкпеміз жоқ. Өмірде енді мен әбден керемет, тек бәрі жақсы деп айта алмайсың да, бірақ өмірдің көптеген жақсылығын көріп жүрміз. Мен ондай өмірге ешқандай өкпеміз жоқ. Енді балалық шағым өте сондай, өзім айтып отырмын ғой, жалғыз қыз болып өстім, 2 інім ерді артымнан. Әке шешем кәдімгі еркелетіп өсірген қыз болдым. Енді қазір тұрмыс құрған жерімде жақсы. Қазір қолымда 80 асқан адам бар. Әр күнге дейін осы мен тек қана келін емес, мен қазір сол үйдің әжесі де мен, анасы да мен. Сол атам қазір қолымда. Енді енемді көрген жоқпын да, бірақ өмір мені еркелетіп өсіпті. Жақсы. Қолыңызда қомақты қаржы бар делік, оны қайда жұмсайсыз? Қомақты қаржы болса, мен қайда жұмсаймын? Тіпті білмеймін, ондай қомақты қаржы ұстап көрген жоқпын. Туған жеріңіз бар ғой, иә, сол туған жерім мүмкіндік дегенде, бірақ мана айтып кеттім ғой, мен қомақты қаржы болса, мен кәдімгі ыстық, мына осы жерге келіп 19 жасымда келдім ғой, мына Дамицкий деген ауыл бар. Қомақты қаржы болса, соның басында не бар, елдің қасында көл бар. Көл емес, пруд дейміз, бұрыннан өзен бар ғой. Сол өзен жағасында бау-бақша бар. Егер қомақты қаржы болса, мен сол бау-бақшаны қайтып қалпына келтірер едім. Шыны керек, мен кәдімгі сол жерден алма жинап, бұрын шие жинап, керемет құлпырып тұрған жер еді. Қазір енді өкінішке орай ол жердің енді қожайын жоқ деуге болады. Енді қазір мал басып, ол ағаштар да бәрі біткен. Сол бау-бақшаның керемет жері ана жерде. Соны қалпына келтірер едім, егер қомақты қаражатым болса. Ыстық деген сол жер маған еді. Жақсы, кімді сағынасыз? Кімді сағынам? Бұрын әжем сағынады дедім. Бірақ қазір енді өзім әже болдым, 2 немерем сағынам, 2 жиенім сағынам, балдарым сағынам, Атырауда тұрады, қызыммен күйеу боламын. Жақсы, рахмет. Жанаргүл жеңіс қызы, жалпы етті жақсы көретін қазақпыз. Әр сойылған малдың жан ойлап жатқан жан бар ма? Етті әрине, қазақ етті жақсы көреміз. Бұл сұраққа ойланбаппын ал, Самал. Неге десең, енді етті әрине бұл жерде мал енді сол үшін ұстайтын болармыз, енді қазақ шыны керек. Шыны керек, бұл әлгі малдың жанын несін енді бұл мамандар ойланатын болар осы. Мал шаруашылығында жүргендер кішкене, сол жағына ата кішкене бейімдеу, солар ойлап, енді селекция дейміз, тағы да басқа мәселелерді енді. Сол кісілер ойланып, бұрын кезде осы біздің ауданда ондайдан алыс емес қой, Аңқата ауылдарында мысалы да, Шағатайда жақсы племенной мал нелер өсіп жүрді. Енді соларда қолға алса, әрине, ол да дұрыс болар. Енді етті жақсы көргендік біз, ол кезде малды енді өсіре білу де керек қой. Жақсы, ызаланған кезде, ыза кетке болған кезде не істейсіз? Ызаланған кезде дейсіңіз ба? Сол ыза кетті қалай жеңіп шығасыз? Үндемеймін. Үндемей құтыламын. Үндемей құтыламын. Не болса да ызаланған кездерде деген көбінесе үндемеймін, таразыға сала бастаймын. Дұрыс па? Мен неге ызаланып отырмын? Неге нетем? Неге ренжимін? Кемшілік мүмкін мен өзімнен кеткен болар деп ойлаймын. Заты бірінші ой тоқтатып алып, содан кейін арада шешу жолдар ойлаймын. Енді ол бәріне өмірде ызаланған жағдай ол ешқандай нені шешпейді, мәселені шешпейді ғой. Бұрын жас кезімде кәдімгі ашушаң болды. Ол рас. Ашушаң бірдеңе тиктак сөз сөйтем, мен түсінбеген адам түсінбеген мен тікелей айтып тастап нетіп, бірақ қазір мына өсеге кішкене енді нете үлкейе келе, ол несі қалады екен. Әлем қазір уже ойлай бастайсың. Демалыс дегенді қалай түсінесіз? Демалыс енді әртүрлі демалыстар бар ғой. Кезекті демалысың бар. Мына демалыс күндері бар. Енді жалпы демалыс дегенді қалай түсінуге болады? Әртүрлі түсінуге болады деп ойлаймын. Өзіңіз? Мен үшін ал демалыс, ол енді демалыс күндері кітап оқып отырсаң кәдімгі. Мен сол демалыс деймін. Кәдімгі кітап оқып отырып, үйде кәдімгі. Енді
сондай жағдайлар болса, біз соны демалыс деп ойлаймын. Әйел адамға ең басты қажеттілік қандай? Так, әйел адамға ең басты қажеттілік бұл енді отбасы ғой. Енді отбасында әйел азаматтың отбасымен айналысып, енді отбасының барлық тіршілігін ойлап деген сияқты. Әйел адамға енді басты қажеттілік басқа не бар? Мына жұмыс не деген бұл әрине жалақын тауып, кәдімгі жалақын алып отырған жерім. Ал былай енді жалпы әйел адамның орны бұл отбасы. Өзіңнің ер азаматың сыйлап, балаларыңа жақсы ана болып, енді әйел азаматтың орны сол деп ойлаймын енді жалпы. Зейнеткерлік жасқа шыққанда немен шұғылданады? Мен зейнеткерлік жасыма шыққанда қазірде айтып қоямын, зейнеткерлікке шыққасын екінші күні жұмысқа шықпай қоямын деп. Енді ол әңгіме ғой, зейнеткерлікке шыққанда жалпы немерелерім тәрбиесімен, енді жиен немере болады ғой, менде ер бала жоқ, 2 қыз бала ғой, сол жиен немерелеріме енді септігін тигізсем ба деген сондай бағытта. Енді менде немере жоқ деп айта алмаймын, 6 қайсысым бар, соның 5-еуі қазір тұрмыста, солардың барлығы мен әжемін. Енді қазір уже үлкендер үйленіп жатыр, олардың да ертең әже деп үлкен үйде болғасын, атамның үйінде болғасын, енді бәрі әже деп келеді, солардың барлығы маған немере. Енді қазіргі таңда жасыма қарамастан сондай жағдайдамыз, үлкен үйге келін болып түскесін енем болған жоқ, барлық сол қыздар да, балдар да бауырласып маған келеді, бізге келеді. Солардың тәрбиесімен, солардың тіршілігімен айналысам ба деп ойлаймын. Жалпы осы жерде бір сұрақ беріп отыр, Жанару Жеңісқызы. Көп адамдар зейнеткерлік жасқа шыққаннан кейін жаңағы зейнеткерлікке шықты, демалып, жаңағы бала немерелерін қызығын көріп, үйде кітабын оқып отырудың орнына әлі де болса да қоғамынан алыс кетпей, араласып, басықпайтын нәрселерге бас сұғып жатыр. Кейбір кісілер болады. Мен ондай кісілерді мен қолдамаймын. Басынан айтайын, ондай тіршілікті мен қолдамаймын. Неге десеңіз, зейнеткерлікке сіз шықтыңыз. Сыйлы болып, да, ұжымыңыздың алдында, қоғамның алдында сыйлы болып кеткеннің өзіне не жетсін. Содан кейін артыңда өсіп жатқан жастар бар. Сен одан жақсы зейнеткерлікке шыққанша сол жастарды тәрбиеле. Өзіңнің артында ертең ізіңді баса алатын жастарды тәрбиеле деп ойлаймын. Ал ол әрбір қоғамның несіне кірісіп, енді ақылыңды егер келіп сұрап жатырса, ақылымды аяма деп ойлаймын. Ал бірақ мен жұмыс жасаймын, әлі де мен зейнеткерлікке шықсам да 1-2 жыл жасайын ба деген мен мысалы кей әріптестерім арасында болады, көріп жүрмін, бірақ мен оны қолдамаймын. Неге десең, уже физически кәдімгі да адам уже тоза бастайды. Одан кейін мен ертең мысалы зейнеткерлікке шыққаннан кейін, мен даже сабақтың өзім енді ұстаздық жолында жүрмін ғой. Мен ертең балдарға, оқушыларға жаңа мына заманның талабына сай мен сабақ бере аламын ба? Мен оларға білім бере аламын ба? Соны ойлау керек қой. Ең бастысы. Жаңа заманға мен ілесе аламын ба деген бағытта. Сондықтан зейнеткерлікке шыққан ол теп-тегінен зейнеткерлікке шығарып отқан жоқ қой. Сол барлық тілдерді ойластырған олар, сол жаста кәдімгі мына зейнеткерлік жасы деп белгілегесін. Сол жаста уже энергияң да жайлап біте бастайды, физиологиялық жағдайыңда уже. Сондықтан да зейнеткерлікке шығып демалған дұрыс деп ойлаймын. Әр нәрсеге кіріспей, ақылыңды сұрап жатырса, жақсы ақылға оған айтуға болады. Ақылын тыңдайтын адам болады. Зейнеткерлікке егер шыққаннан сіздің әлгі неңіз керек, мына осы жерге көмектесіп жіберіңіз десе, онда күшімізді аямаймыз, барымызды. Ал жалпы зейнеткерлікке шыққасын демалу керек. Зейнеткерлікке шыққаннан кейінде де әрі қарай шұғылданатын шаруалар шаш-етектен. Иә, шаш-етектен айтыпты. Жайлап өзіңнің отбасың, разметика жұмыста жүргенде көбінесе отбасың уақыттың нелерің уақытың болмай қалады. Соны орын толтыруға керек. Орын толтыру керек. Әженің әже болып, әже болсаң. Былай енді жалпы отбасыңа да, тума-туыстарыңа көңіл бөл, жалпы үйіңе көңіл бөл. Мен солай етіп айтар едім. Жақсы, соңғы сұрағымыз Жанару Жеңісқызы, жалпы ауданымызда белгілі тұлғасыз, белгілі тұлғаның белгісіз қыры қандай? Біз білмейтін өнеріңіз бар ма? Енді жалпы ондай өнерім жоқ. Шыны керек, бұрын жас кезімде
азым шоғын өлең шығарады енді қазір онда енді көп шыны керек қол алмағасын қазір ұмытылып баратыр. Енді қазір енді ұмытылып баратыр дегенде кейде бір көңіліме келген уақыттарда өлең шығаратыным бар. Теңсерлікке шықсаңыз керемет мүмкіндік өлеңіңіз шығарып немерелеріңізді бағып отырасыз. Жанаргүл Жеңісқызы, біздің оқырмандарымыздан көптеген тілектер, сіздің жұмысыңызға тілеген сәттіліктер барлығын жазған екен, оның бәрін бірдей оқи бермейді. Замир Қабиев, Эльмира Орынбаева, Сандуғаш Хами, Айгүл Қыстаубаева, Лиза Жолдасова, Гүлсайра Мұқанова есімді оқырмандардан сізге арнаған тілектер келген екен. Барлық тілектері қабыл болсын. Расында да білім саласы өте күрделі сала. Сіздерге көптеген жеңістер мен сәттіліктер тілейміз. Жүйелі жұмыстан жүлделі жеңістеріңіз көп болсын дегім келеді. Қымбатты оқырман қауым, осы уақыт ішінде бізбен бірге болып, сауалдарыңызды қойып, тілектеріңізді жолдағандарыңызға көп рахмет. Біз бүгін осымен тікелей эфирімізді тамамдаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.